Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп qfutbol.kz-ге қосылып, футзалды тамашала. Қайырлы күн, құрметті көрермен, футзалдан Қазақстан чемпионаты біз 15-ші турға келіп жеттік. Жаңа 2025 жылдағы бұл алғашқы тур және алғашқы кездесулерін өткізеді. Екі команда бұл Қайрат және Бәйтерек арасындағы кездесу. Қазақстан чемпионатының 15-ші тур, 16-ші турда осы аренада ертең өтеді. Бұл Алматы қаласындағы Саду арена спорт кешені және назарларыңызда бүгінгі ойынның бас төрешісі және оның көмекшілері Нұрлыбек Қалмағанбетов, олардың көмекшілері Рамилия Азиева мен Азамат Ахметов. Турнирлік кестеде алматылық команда көш басында. Қазір осы бір шабуылды көрейік. Алға қарай ұмтылды Денис, әлде болса шабуыл жалғасады. Рикардиньо болған, алға қарай ұмтылыс жасаған Денис. Оң қанатқа, айбалаңына пас және Далтон. Қырағы қақпашы екенін тағы да бір мәрте дәлелдеді. Сол қанатқа қарай пас. Денис соққы. Далтон аяғымен қайтарды. Нигуэба допты сыртқа жіберген жоқ. Нигуэба допты қақпашы қайтарды және тайм-аут. Денер, Эдсон тепті, гол! Есеп 1-0 ақыры дегеніне жетті Қайрат командасы. Бірінші таймның соңғы секундтарында Денер команданың үздік сұрмергені гол соқты. Денердің чемпионаттағы осымен 10-ші голы. Тағы да қарсы тұрған Денер, Нигуэба. Төреші ойынды тоқтатты. Қонақтар. Денер жақын бұрышқа бұл жолы. Далтон әдеттегісінше ұйымдаса жүріп допты тартып алған жоқ. Шабуылда Бәйтерек, Нигуэба. Кайор Руис барынша кедергі келтірді. Рикардиньо, жылдам шабуыл, Колесов жақсы ортаға, гол! Ақыры есеп теңестірді Бәйтерек командасы. Жылдам шабуылды Қайрат жіберіп алды. Өз қақпаларына допты сүңгітіп алды Қайрат футзалшылары. Мінекей 1-1 бағанағы айтқан сөзіміз айдай келді. Голды қазір кімнің атына жазатынын білетін боламыз. Қателік, Занотто, Нигуэба, Филиппе, гол! Бәйтерек командасы айдаспанға бірақ шығарды. Қадірменді көрермен, 2-1. 1 минуттың ішінде 2 гол. Филиппе, Нигуэба. Ал Қайрат бас бапкері болса. Эдсон айбалаңына пас. Бір ғана аяқтың қойысы жетпеді қазір дәуренге бұл жерде. Рикардиньон айналып өтті. Эдсон оңға қарай соққы, гол! 2-2. Қандай ғаламат гол. Кайор Руис. Ақыры міне есеп теңестірді Қайрат. Тамаша ойнады. Эдсоннан пас алған міне Руис. Қараңыздаршы. Осылайша кездесу аяқталды, қадірменді көрермен. 15-ші турдағы Қайрат Бәйтерек матчы 1-2 есебімен аяқталды. Екі командада бір ұпайдан бөлісті. 16-ші тур матчы көп ұзамай ертең 15:00-де өтеді. Екі команданы да бүгінгі алған бір ұпайларымен шын жүректен құттықтаймыз. Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп qfutbol.kz-ге қосылып, футзалды тамашала.